Қайырлы күн құрметті көрермен, Freedom QG Лига әрі қарай жалғасады. Бұл QG Лиганың Under 18. Сол қаптал іске қосылды. Ескендір Әнуарбек тамаша әртесін қапыда қалдырды. Әуелете асылған пас алыс бұрышта. Бір ойыншы бар. Соққы және соққы тағы да бір соққы гол. Есеп 1-0 Оқжетпес командасы. Есепте алға шықты құрметті көрермен. Рустам Ғабдурахманов қанша соққыны қайтардығы. Бірақ соңғы соққы өте жойқын, оның үстіне қақпашының алдын бұл жерде ойыншылар жауып қалды. Сөйтіп доптың ұшу бағытын тағы да міне шабуылға кетті Оқжетпес командасы, қақпашымен бетпе-бет. Есеп 2-0. Қорғаныстағы Алтай ойыншыларының қателігі және Оқжетпес екінші голды соқты. Бірінші турда Қызылжар қақпасына бір гол соқты, екінші турда Жетісу қақпасына дубль жасады. Ал қазір міне төртінші турда Алтай қақпасынан осылайша саңлау тапты. Сүрмергендер тағы да міне ұмтылыс. Бұл жола әуелете тағы да пас асырылды. Мінеке қараңыздар, өте әдемі көтерілді доп қапталдан. Әуедегі допты жеңіп тырысса. Қазір қақпаға бірден те. Кетпеген. Қақпашыға пас және Синкті өте тамаша қолданып жатыр. Алыстан бағытталған соққы. Тағы бір бағын сынап көрген. Міне мүмкіндік. Әртес іске қосылды. Және мұнда пас. Сабыржанов. Және қазір пенальти. Қайталап көрейікші. Иә, сызықтың ішінде. Сонымен көрейік. Али Арслан Зәкенов соққы гол. Яғни 30 мамырда 17 жасқа толады екен. Али Арслан Зәкенов. Және бұл пенальтиді Колесниченконың басын доп жанап өтті. Тағы да бір әуелете берілген пас соққы. Дубль авторы атануға шақ қалды. Жерге түсірместен бірден. Сонымен қақпа мағана пас. Қазір қақпаның бағана. Міне Алтайдың шабуылы қазір қақпаға соққы. Қазір пасы да әдемі, әріптесінің берген қараңыздар. Барлығын дұрыс істеді, бірақ қақпа маңдайшасы Оқжетпесті голдан құтқарып отыр. Енді қазір соққы. Рикошетар. Енді міне пас. Абырой болғанда қақпадан қиыс кетті міне. Қараңыздар. Траектория өте түсініксіз. Оңға қарай пас. Және ортада. Тағы да мүмкіндік. Офсайд жоқ па? Гол! 5-ші гол. Екі аяқтың ортасынан өткізіп жүрді, қараңыздар. Қаншама футболшы сан соғып қалған. Тамерлан міне Сайынов топтан айырылды. Шабылда тағы Оқжетпес, тағы да Қалымжанов.
Есеп 4-1 және хет-трик. Тамерлан Қалымты жасқа толған Тамерлан Қалымжанов 2009 жылы 2 мамырда дүниеге келген. Қазір міне қараңыздар, қақпашыны алдап өтті. Соққы, екінші соққы. Бірінші соққыны бұл жерде Ларионов тізесімен тосып алған еді. Қараңыздар, бөгет болып, бірақ екінші соққыны бос қақпаға туралай салды. Алыстан бағытталған соққы. Бұл жатыр. Бұл жерде қуанған. Яс қуанған. Тамерлан, тамаша пас және қақпашы құтқарды. Қазір енді Алтайдың шабуылы, ортаға пас және гол! Магомед Құсайынов ортаға пас берді. Бұл жерде шамасы топ қақпашыға тиіп бағытын өзгерткен секілді. 4-2. Жаңа ғана Валенчукты алмастырған еді. Міне Магомед Құсайынов сол қаптаумен келді. Иә. Қақпашыға тиіп бағытын өзгерткен, әйтпесе қарама қарсы бағытта ұшып бара жатқан. Есеп 4-2. Қақпаға соққы! Оқ жетпес үшінші голдан қараңыздар, міне. Бұған дейін де бір рет. Қазір мүмкіндік оқ жетпесте. Дәлдік жетіспеді Ибраевқа. Миллиардтағыдай тура бұрышты көздеген. Қазір міне мүмкіндік бар, оқ жетпесте. Соққы!